Hi everyone, we continue with the verb to be in this lesson. Бұл сабақта біз to be етістігі жайында жалғастырамыз. Міне біз to be етістігін жалғастырамыз. Осы 4-ші сабақтың алдыңғы екі бөлімінде біз бірқатар сөйлемдер айтып өткенбіз. To be-ді қолданып, осы жолы біз to be-ді қолданып мамандық жайлы айтып көреміз. First person singular, бірінші жақ жекеше түр. I am a teacher, мен мұғаліммін. I am a teacher, міне бірінші жақ жекеше түрде am болып жүктелді. To be өткен жолдан уже белгілі. Second person singular, you are an accountant. Екінші жақта a болып жүктелді. An accountant. Осы teacher, accountant, мұғалім деген сөздер зат есімге жатады, сондықтан зат есімдер белгісіздік артиклімен қолданылып тұр. Дауыссыз дыбыстың алдында болып тұр, дауысты дыбыстың алдында n. A teacher, an accountant. Third person singular, біз білеміз, third personде ол қыз, ол деп айтылады. He, she деп. Ол үшінші жақ жекеше түрде to be is болып жіктеледі. Сонымен he is a taxi driver. Ол такси жүргізуші. She is a bus driver. Ол автобус жүргізуші қыз. Мұғаліммін, you are an accountant деген сен есепшісің деген сөз. Міне мына жерде осы айтылған сөздер қысқаша текстпен берілді. Ал енді көпше түрі. Міне first person, second person, third person singular. We are accountants. Көпше түрде біз айтқанымыз белгісіздік артикль қолданылмайды. Зат есім s жалғану арқылы көпше түрге айналады. We are accountants. You are engineers. They are drivers. To be үш жақта да a болып жүктеледі. Ол оңай деп айтқанбыз, және бұл сабақтың еш қиындығы жоқ, тек қана осы to be-ді жақсылап игеріп алу үшін тағы осылай қайталап өтіп жатырмыз. Және де бірқатар мамандық аттарын үйрену үшін. Және де мына жерде айтатын нәрсе s жалғану арқылы көпше түрде айтылады. Зат есімдер көбінесе. Тек кейбір сөздер басқаша түрленеді деді. Көпше түрге міне a foot, аяқ, feet, аяқтар. A tooth, тіс, teeth, тістер. A child, бала. Children, балалар. Осындай сөздерді есте сақтап алу керек. Көпше түрде қалай жасалатынын. Міне осы айтып кеткеннің барлығын бір беттен қарасақ. I am an architect. Жаңа сөз мына жерде бұл сәулетші деген сөз, архитектор деген сөз, architect. A student, you are a student. Сен студентсің деген сөз. He is an actor. Ол ер адам actor, актер. She is an actress. Ол қыз актриса. Актер, актриса деген сөздер осыдан шыққан. Ал көпше түрде осы сөздер we are architects. You are students. They are actors. S жалған тұр, зат есімге. Ал енді you are екінші жақта біз айтып едік қой, you are болады жекеше түрде, көпше түрде. Бірақ осы мамандық айтқан кезде you are a student жекеше түр екенін көрсетіп тұр, өйткені бұнда белгісіздік артиклі тұр a student деп. Ал көпше түрде бұл you are болғанменен көпше түр екенін біліп тұрмыз, өйткені students s жалған тұр. You are students. You are a student. You are students. Осылай айырамыз жекеше түрде, көпше түрде. Ал төменде мына жерде қысқаша түрлері берілген. I am a girl. I'm a girl. You are a boy. You're a boy. She is a woman. She's a woman. He is a man. He's a man. We are girls. We are girls. You are boys. We are boys.
They are women, they are women. They are men, they are men. Misal, mына жерде example, farmer. Фермер дегенді farmer дейді ағылшын тілінде. Мынау сол күршек тұрған фермердің бейнесі. I am a farmer. I am a farmer. Мен фермермін. Қысқаша түрі I am a farmer. Жақшада оқылулары берілген transcription істері. You are a farmer. Не қысқа қызыл мен белгіленіп тұр. Are деп айтып тұр. Өйткені өзінен кейін дауысты келіп тұр. You are a farmer. You're a farmer. He is a farmer. She is a farmer. Ол ер адам, әйел адамдар фермер. Ал көпшілік түрде бізде үш түрлі мамандықтың аты бар. Мына жерде architect, ол сәулетшілер, builders, құрылысшылар, workers, жұмысшылар. Бейне үшеуінде айтуға болады осы бейнеге қарап. We are architects. Деп тұрмыз, тағы да өткені бізден кейін дауысты келіп тұр. We are architects. Қысқаша осылай. You are builders. You are builders. Are айтып тұрған жоқ, өткені өзінен кейін дауыссыз келіп тұр. You are builders. They are workers. They are айтылмайды, мына жердегі айтылып тұр. Өткені дауыссыз. They are workers. They are workers. Тағы басқа мысалдар. I am a doctor. Мен дәрігермін. You are a doctor. Сен дәрігерсің. He is a doctor. She is a doctor. We are scientists. Ғалым деген сөз scientist. Міне ғалымымыз еді. We are scientists. We are scientists. You are scientists. You are scientists. They are scientists. They are scientists. Міне қызылмен белгіленген осы қысқаша қалай айтылады, толығымен қалай айтылады. Соны үйде тағы да бір қайталасаңдар естеріңе сақталады. Ал болымсыз сөйлемдердің жасалуы сендерге алдыңғы сабақтан белгілі. Жіктелген сол to be-дің түрлерінен соң not деген сөз қосылады, тағынан жасала береді. I am not a teacher. Мен мұғалім емеспін. You are not a doctor. Сен дәрігер емессің. Сіз дәрігер емессіз немесе. He is not a schoolboy. Ол бала мектеп оқушысы емес. She is not a schoolgirl. Ол қыз бала мектеп оқушысы емес. Көпшілік түрде we are not teachers. Біз мұғалім емеспіз. You are not doctors. Сендер мұғалім емессің, дәрігер емессіңдер, немесе сіздер дәрігер емессіздер. They are not school children. Олар мектеп оқушылары емес. Ал енді тағы да міне төмендегіде қысқаша түрлері берілді осы сөздердің. I am not a teacher. I am not a teacher. You are not a doctor. You aren't a doctor. He is not a schoolboy. He isn't a schoolboy. She is not a schoolgirl. She isn't a schoolgirl. We are not teachers. We aren't teachers. You are not doctors. You aren't doctors. They are not school children. They aren't school children. Сұрайлы сөйлемдер, interrogative sentences. Сұрайлы сөйлемдер қалай жасалатынын біз алдыңғы сабақтан білеміз. Мына to be етістігінің зерттелген түрлері бірінші орынға келеді. Есімдіктер, зат есім. Есімдіктер мына бастауыш ретінде қолданып тұрған екінші орынға келеді. Осы екі сөз орын ауыстырады, солай сұрайлы сөйлем жасалады. Онда қараймыз. Міне барлығында осы M мен I-дің орны ауысты. Мына жерде you are you, he is, she is he, is she. Міне бірінші сөйлем affirmative sentence. I am a pilot. Pilot деген, пилот деген орысша сөз бар, осы сөзден шыққан. Ұшқыш деген сөз, мен ұшқышпын. Am I a pilot? Мен ұшқышпын ба? Екінші жақ
You are a waiter. Sen dayaşsın. Are you a waiter? Sıralı söylem solay болады. Are you a waiter? Sen dayaşsın ba? Üçüncü surak. Is he a nurse? Nurse degen medbike, medjigit. Is he a nurse? Is she a nurse? O medbike mi? Ayıl bolsa, o medjigit bi degen söz. Bu betте сол сұралу сөйлемдердің бір беттегі топтамасы. First person, second person, third person, бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Singular, plural, singular жекеше, plural көпше. Am I a pupil? Мен оқушымын ба деген сөз. Are you a mechanic? Сен механиксің бе? Is he an architect? Is she an architect? Ол архитектор ма? Ол сәулетші ма? Are we pupils? Biz оқушылармыз ба? Are you mechanics? Сіздер механиксіздер ме? Are they architects? Олар сәулетшілер ме? Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.